Мынау қазақта зұлымдық деген сөз бар. Бізде бұл сөзді жаңағы адам мен бірін арасындағы жаңағы біреудің біреу ақысын жеп қойды, бір нәрсесін тартып алды деген сияқты осы нәрселерді адамға зиян беруін біз зұлымдық дейміз ғой. Ислам не дейді десе қараңыз, ислам айтады, зұлымдықтың 3 түрі бар дейді. Біреуі кешірілмейді, біреуі Алла қаласа кешіріледі, біреуі Алла Тағала үкімін адамдарға береді дейді. Бірінші кешірілмейтіні бұл адамның Аллаға өзін жаратқан Раббысына жасайтын зұлымдығы. Бұл зұлымдық Аллаға серік қосу. Алла Тағала бұны сондай жаратады, көркем бейнеде жаратады және бүкіл қажеттерін бәрін беріп тұр. Ал бұл адам келеді да Алладан басқа тағы біреу бар, қолдайтын деген сияқты, беретін деген сияқты. Аллаға серік қосқандарды Алла Тағала кешірмейді жіктер. Екіншісі кешірілетін зұлымдық. Бұл адамның өзіне жасайтын зұлымдығы. Қараңыздар ағайындар, өзіңізге жасаған зұлымдық. Бұны кейбір адамдар өзіне бір жақсылық деп ойлап жатыр ғой. Мысалы, бұл қандай десе, Алланың бұйрығын орындамау, бұйырғандарын орындамау, қайтарғандарынан қайтпау. Бұл айналып келген кезде сіз өзіңізге зұлымдық жасап жатсыз. Оқы дейді, намазды оқымайсыз, кешіктіресіз, қаза қыласыз. Ораза да сондай. Небір үкімдер бар ғой енді. Мына ішімдікті тоқтат дейді, ертең дейсіз, әні дейсіз, міні дейсіз. Айналып келген кезде не істеп жатсыз? Өзіңізге зұлымдық жасап жатсыз да, Алланың бұйрықтарын орындамай. Бірақ қараңызшы, Алланың мейірімін. Алла қаласа бұны кешіреді дейді. Екеуі кетті. Үшіншісі енді адамның адамдарға жасаған зұлымдығы. Ол қандай? Біреуді ғайбаттау, өсек айту, жала жабу, одан кейін біреудің затын алып қойып бермеу, қарызды бермеу де соның ішіне кіріп кетеді жігіттер. Қарасаңызшы, Алла Тағала айтып жатыр, маған қарсы шығып қоясың дейді да сен. Менің бұйрықтарымды орындамаған уақыттарың болып қалып жатады. Бірақ мен қаласам кешіріп жіберемін. Бірақ адамдардың ақысымен алдыма келме дейді. Мен кешірмеймін, сол адам кешірмейінше дейді. Қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі бір адам қайтыс болды деген кезінде жаназасын шығаратын кезде қарыз бар ма екен деп сұрайтын болғанда, неге? Адам баласы қарызын өтемейінше жәннатқа кірмейді. Мынау дүниедегі адам мен адам бірінің ақысын алмайынша жәннатқа кірмейді. Алла Тағала ертең бүкіл адамдардың бірінен ақыларын есептеп бір тиынға шейін алып береді жігіттер. Ал енді өзіңіз ойлаңызшы, кім кешіреді ондай жерде? Мына дүниенің өзінде біз кейбір кезде кешіре алмай қалып жатып қой бауырларымызды. Ақыретте жәннат көрсетіліп тұр, тозақ көрсетіліп тұрған кезде да сен жәннатқа кіруің керек қалай да болса. Біреу келіп тұр сізге, кезінде осы дүниеде қарыздарын бермеген да, ал сізге ақыңды ал дейді. Не істейсіз? Кешіре аласыз ба? Жоқ, кешіре алмай қалуыңыз мүмкін. Сол үшін ағайындар, адамдардың ақысын жемейік. Ислам деген осыны ғой үйретіп жатқан. Қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, бірінші болып кешірім сұрағандар жәннатқа бірінші кіреді дейді. Кінәлі емес болып тұрып, өзі дұрыс бола тұра, бірінші кешіріп жібергендер жәннаттан оларға үй тұрғызылады дейді. Бізді немен сүйіншілеп жатыр? Мынау дүниеде кешірімшіл болыңдар, кешірімді болыңдар, кешіріңдер бірін деп жатыр ғой. Сол үшін бауырлар, бірімізден көп кешірім сұрасып жүрейік. Ал егер сізді бір адам ренжітті ма, онда сыртынан кешіріп жіберіңіз. Оның келіп, алдыңда мәймөңкелеп келіп, кішірейіп, жалбарыну қажет емес ондай нәрсе. Айтыңызшы, Алла Тағала бізді небір үлкен күнәларымыз үшін рызық несібемізді қысып қоймай беріп жатыр ғой бізге. Біз кейбір кезде кішкентай қателіктер үшін бауырларымызға шай бермей қоямыз да.